Сәлеметсіздер ме? Сауаттылық деген сөздің бүгінгі күні мағынасы кеңейе түсті. Функционалдық сауаттылық дегеніміз алған білімді өмірде міндеттерді шешу үшін қолдана алу қабілеті. Ендеше сіздің функционалдық сауаттылығыңызды тексереміз. Оқу сауаттылығындағы мәтінді талдаудың алғашқы сабағына қош келдіңіз. Сауаттылық адамның өз ана тілінде дұрыс оқу және дұрыс жазу дағдыларын игеру дәрежесі болса, оқу сауаттылығы оқушылардың мәтін мазмұнын түсіне білу және оларға ой жүгірте білу, мәтін мазмұнын өз мақсаттарына жету үшін пайдалана білу, қоғам өмірінде белсенділік таныту мақсатында білімдері мен мүмкіндіктерін дамыту қабілеттері. Енді алғашқы мәтінді талдаймыз. Бізге Маслоу туралы мәтін берілген. Маслоу адамның қажеттіліктерін иерархиялық саты бойынша жасап шыққан. Ол қажеттіліктер пирамидасы деген атау алған. Бұл пирамида бойынша адамның қажеттіліктері қарапайымнан күрделіге қарай сатылай өседі. Төменгі бөлігі негізгі қажеттіліктерден, ал жоғарғы бөлігі жоғары деңгейлі қажеттіліктен тұрады деген мәтін беріледі және пирамида беріледі. Сол пирамиданың суреттеріне қауіпсіздік қажеттілігі, сый-құрмет қажеттілігі, өзін-өзі басқару қажеттілігі, физиологиялық қажеттілік, әлеуметтік қажеттілік, эстетикалық қажеттілік деген бөліктер берілген. Бізге мынандай тапсырма беріліп тұр. Төменде жеке адамдар туралы мәліметтер берілген. Сол мәліметтерді біз А, В, С, Д, Е жауаптарынан таба білуіміз керек. Төменнен деп тұрғандықтан төменгі физиологиялық қажеттілікті тауып аламыз. Ол Талғат, яғни өзінің жалақысы өсіп, оған үй сатып алды. Екінші төменгі қажеттілік бізде қауіпсіздік қажеттілігіне үлгі берілмеген әлеуметтік қажеттілік, яғни жеке топтар. Бұл туралы бізде Анарды, өзі жақсы көретін жануарларды қорғау және сақтау әлеуметтік жобаларына қатысқаны. Үшінші Мөлдір, бізде ол киімдердің түс үйлесімділігіне қатты мән береді және төртіншісі Меруерт болып табылады, яғни ол университетті бітірді. Екінші сұрақ бойынша физиологиялық қажеттілікке не жатпайтынын анықтаңыз дейді. Бұл жерде ұйқы, білім алу, тыныс алу, киім, су деген берілген. Әрине білім алу жатпайды. Үшінші сұрақ, кітап клубтарының, спорт командаларының мүшесі болу қай қажеттілікті қамтамасыз ететінін анықтаңыз. Бұл әрине әлеуметтік қажеттілік, өйткені отбасы, достық, жеке қарым-қатынас, жеке топтардың ішіне оны жатқызуға болады. Міне біздің алғашқы мәтініміз осымен аяқталды. Алдағы уақытта да мәтін сұрақтарын шешуге қатысады деп сенемін. Бүгінгі оқу сауаттылығының алғашқы сабағы сізге ұнады ма? Оқу сауаттылығындағы мәтінді бізбен бірге талдай алдыңыз деп сенеміз. Ендеше сізді келесі сабақтарда күтеміз.